Бекзат Расул. Үміткердің таңдауы Ернар. Ернар, қалыңыз қалай? Өте керемет бауырымыз. Бәрі жақсы болып қалды, дұрысталып қалдыңыз, ә? Үміткерді шақырамыз ба? Шақырайық. Ернарды таңдап келген үміткер, келіңіз. Саламатсыз ба? Қош келдіңіз. Есіміңіз? Балнұр. Балнұр. Аха. Жасыңыз? Жасым Тынышталамыз, 20-да. қатысушылар. Не болды? Есіміңіз? Балнұр. Жасыңыз? 20-да. Қай жердің тумасысыз? Алматы облысынан. Неге Ернар? Негізі мен қосылақ жобасын прям былай күнде қараймын деп айта алмаймын. Но әлеуметтік желіден көріп қаламын иногда. Осы жақында Ернар негізі түсіме кірген болатын. Қойыңыз. Сол күннен бастап әлеуметтік желіден қарай бастадым. Жаңа отбасын, өзін. Бүгін 7 мамыр күні сыйлық болып келейін деп шештім. Жарайсыз, сондай сұлу қыз келді. Түн ұйқысын мазалап түсіне кірген таныстық бастап. Енді білмеймін, қазір сол түстерге кіріп жүрмін ба? Сол жақсы екен былай. Түске кіріп жүр деген. Балнұр есімі, Иә. Балнұр, саламатсыз ба? Балнұр, қош келдіңіз. Мені таңдап келгеніңізге ең алдымен рахмет. Бүгін сыйлық болып келіп тұр екен. Шынымен баға жетпес сыйлық деп айта аламын жалпы. Үміткер енді үйленуге бірден бір үмітті жан ретінде үміткер келіп отыр екен, сол кәдімгідей баға жетпес сыйлық болып келіп отыр екен. Бойыңызды білсем бола ма? 1,65. Жақсы, жақсы, 1,65. 20-дасыз, жасыңыз? Иә. Аха, қазіргі таңда оқисыз ау, скорее всего. Иә, сырттай оқу. Қандай мамандық? Ау? Қандай мамандыққа оқисыз? Мамандық психолог. Психолог. Жұмысыңыз? Жұмыс істеймін. Жұмыс істегенде онлайн магазин, кондитерский магазин ғой. Жақсы, тамаша. Жалпы бір маңызды сұрақ қойып кетейін. Сіз андай қалай түсіндірсем болады екен? Бір нәрсені бүйтіп соңынан қалмай қоятын адамдар болады өзі. Андай кішкентай нәрсені ушықтар жіберетін, допустим, бір 8-ге деп шақырсам, 8-10-да барып қалсам, қатты бүйтіп утрировать етіп кетпейсіз ба негізі? Жоқ. Ондай қасиетіңіз жоқ па еді? 5-10 минут кешіресіз ба деп тұр. 5-10 минутты кешіретіңіз бар ма енді? Пендешілікке салып, кейде бір жұмыстармен кешігіп қалған. Часто кешігесіз ба? Жоқ, иногда болып қалады енді. Соңғы уақыттарда сондай болып жатақ кішкене жұмыс барысы сәл көбейген. Если иногда, то простительно. 3 рет кешіреді ау. Болды. Онда құрметті біздің отбасы бір сұрақ көмекке. Қош келдіңіз, есіміңіз кім? Балнұр. Балнұр, деп қалатындай қыз екен да бұл кісі. Қош келдіңіз, сізге сұрақ қойып кетейінші. Сізге? Өз-өзіңізге үйістелеп алады екенсіз. Жоқ енді, былай көңілдірек отырайық деген ғой сізге. Көңілдірек отырайық дейтін басқа нәрсе ол. Көңілдірек, кән қатшылары қошемет соқпайық. Осылай көңілдірек. Мен сіз құсап шулатамайым да, мен бұл кісі деп отыра беретін бар да. Сізге сұрақ қоя кетейін, сіз жігіт бірінші кездесуде сізді үйіңізге дейін жеткізіп, және үйіңізден алып кетуі сіз үшін маңызды ма? Бірінші кездесуде, иә. Одан кейін өзіңіз барып кеп жүре бересіз ба сонда? Енді жағдайға байланысты ғой. Если алып кете алмайтындай жағдай болса, алып кете алмайтындай жағдай болса, ренжімейсіз. Иә. Міне Ернар жақсы. Иә, енді қош келдіңіз, атыңыз кім дедіңіз? Балнұр. Балнұр, қош келіп жатсыз. Ана бағана түс көрдім деп жатсыз ғой. Түсіңіздің ар жақты бер жақтарында сатта өлет жоқ па ішінде? Жоқ, енді болып қала ма деп жатқаным ғой, сатта өлет. Жоқ, көрмедіңіз, Енді бағанағы сұрақ сізге қайтадан. Бірінші кездесуде жаныңызға үшінші адам еріп барған қалай қарайсыз негізі? Досы Ернардың деген сияқты. Бір жігіт баратыр ау бүгін. Ол жігіт баратыр ау негізі? Жолды. Бірақ төртеу ғой. Төртеуі баратыз ба? Негізі қалай қарайсыз соған? Көп болып баруға немесе? Бірінші кездесуге. Әлі екеуіңіз ғана барған қалайсыздар ма? Бірінші кездесуге негізі 2 адам барған дұрыс сияқты. Естісіңдер ғой негізі, Ернар? жақсырақ білу үшін. Естіп отырмын. Оразғали.
Оразғали? Жансая не болды? Ашыланып Оразғалиға ұрысайын деп отырсыз. Иә, сол. Бүгін мереке ұмытпаңыз. Дейді өзім микрофонды қысып отыратын болыпты. Несі өзі сөйлейді, не бізге сөйлетпейді. Нұржанды айтам да, өзіне бәле тілеп алады, сосын орта шыққан соң айтып шықты. Қыздарға сенбе, бізді бір халық жауы сияқты көрсетеді да. Енді мұны сіз де куәгерсіз. Куәгермін. Жансая, енді мен айтайыншы, айтасың, мен сезімді білдіріп жатқан жоқпын. Қазір дұрыс түсінбей тағы цех сылдырайды бізде ше. Айтып кетейінші, мен бұл кісіге сезімді білдіріп жатқан жоқпын. Келді, әдемі қыз, өзін бір еркін сезінсіздік, кішкене қолдау ретінде айтып жатырмын. Онда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Басқаша реакция берген ол, мысалы басқа жігіттер спокойно отыр да, үміткерлері жоқ жігіттер спокойно отыр. Бірақ сен, ой, пірмой деп басталады. Мен өзім сондай адаммын ғой. Жарайды. Мен саған да айтамын қолымда. Жансая, сіз шымылдық ашасыз ба деп сұрағыңыз келіп тұр, ә? Иә, бауыржан мырза. Сұрасаңызшы. Иә, Сұрасаңызшы. Ернар мырза шымылдық ашылсын ба? Yes. Ашылсын. Жанымды тербеші, I need you, baby. Қасымнан кетпеші, I love you, baby. Сөзіме тек сенші, I love you, baby. Бағымсың берілген, I need you, baby. Болшы тек менімен, I love you, baby. Let me love you, baby. Шымылдық ашылды. Әсерлеріңіз. Мынандай сұлулық әлемге қалай сиып жүр? Мен ауылда көкем сияқты күлдің ғой, Саудолет кәдімгі. Сұлулық қалай сиып жүр? Тамаша. Жер бетті қалай көтеріп жүр деген ғой, өте сондай. Сіз үшін көтеріп жүрген шығар бәлкім. Өте керемет. Аманса тағы да қош келдіңіз. Күшті? Бауыржан мырза, Эмоция жақсы. қойсақ бола ма? Болады. Айдана дедіңіз ба есіміңіз? Балнұр да? Балнұр. Қош келдіңіз. Қадамыңызға гүл бітсін. Енді Ернарға бір айтарым, осындай жаңағы дүниеға бір бәле деп не ол, мен айта алмаймын сол ше. Фәниге керемет қыз келіп отыр екен. Осыны керемет кездесуге, мен алдынан бері айтатын едім саған, паталы кездесумен осы қыздың қолына ұстап, бір болашаққа бір аттайтындай екен. Да? Дұрыс па? Иә? Құда қаласа. Жаңа сөзді ара-арасында ғана қолданыңыз, көп не амаз. сәл. Одан Ернар, негізі соңғы кездер сіздің видеоларыңыздың шабыты жоқ. Мен танитын Ернар. Бауыржанымызда, иә. Ол Ей деп не болды сонша? иә деген ғой. Я ма? Ей деп. Көңіліңе алмашы. Маған не болды? Қош келдіңіз баласаған, саламатсыз ба, қалайсың, әрі дұрыстың? Жоқ, менің балаларыма тисе бермес. Онда осы жерде мама бірне айтып жіберсем бола ма? Ернар дәлме-дәл келгенде менің балам ол кезде баласы қапсыз жоқ етінсіз. Екеміз ұрысып жатыр, қашты айтамыз. Бопты сөйлемей-ақ қойыппын. Негізі Ернар кімнің баласы екен өзінен сұрайықшы? Сұраңызшы. Біліп жүрейік. Қалай сөйлеуді сезіп жүрейік. Ернаржан тыңдап тұрмыз. Старысты менім. Екеуіңіз де қымбатсыздар ғой маған. Бірі алдыңғысы болса Балауса ханым қазіргі анашымдай болып, бірақ Бауыржан мырзаның орнында ой сұрап қалғаны бар. Бірақ орны бөлек енді. Жоқ, былай істейік. Сіз бірінші таныстық жалғаса ма, соны айтыңызшы. Әрине таныстық. Байыптан шығармай. Таныстық жалғасады. Ал кімнің баласы екеніңізді ертең айта жатарсыздар. Құрметті көрермен, бізде ертең эфир болады. Міндетті түрде экран алдында жайғасыңыздар. Ертеңге дейін